Ертеде Қорқыт бабамыз желмаясына мініп, адам мәңгілік жасайтын жер іздейді. Қанша шарласа да Байқоңырдай жер таппайды. Сыр өңірін мұқият зерттеген ғалымдар Байқоңырда жердің тартылыс күші аз, себебі экваторға жақын, ғарышқа ұшуға ең қолайлы жер деп шешкен. Экватор латын тілінде теңестіргіш деген мағынаны береді. Жер ғаламшарының қақ ортасынан өтетін шартты сызық экватор сызығы деп аталады. Байқоңыр ғарыш айлағы Қазақстан Республикасының оңтүстік батыс бөлігінде Қызылорда облысының Қармақшы ауданында жер аумағында орналасқан. Ұлтымыздың батыр ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов ғарыш әлеміне Байқоңырдан ұшып, сәтті оралды. Балалар, Алмағамбетовтың Байқоңыр күйін мұқият тыңдай отырып, неше бөлімнен тұратынын білейік. Енді балалар Рахметовтың сөзіне жазылған Алмағамбетовтың Байқоңыр әнін үйренейік. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Қазақтың байтақ даласы, кімнің бар оған таласы.
әлемге даңқы тараған Байқоңырыма қарашы, атыңды білдіп арғалам. Айтамын саған арнап ән, Байқоңыр жердің кіндігі, аспан мен жерді жалғаған. Егемен елміз бұл күні, қырандай көкте самғаған. Тәуелсіз елім бақ маған, қуанып шалқып шаттанам. Тоқтар мен талғат айдындай, ғарышкерлермен мақтанам. Атыңды білдіп арғалам, айтамын саған арнап ән. Байқоңыр жердің кіндігі, аспан мен жерді жалғаған. Егемен